cat on the mat. Cat, rat, fat, bat, mat, the cat, the fat rat, the fat bat. Семіз бұл, семіз жарғанат. The fat rat sat on a mat. Семіз тышқан кілемнің үстінде отыр. The bat and a rat sat on a mat. Жарғанат және тышқан кілемнің үстінде отыр. The cat sat on a mat. Мысық кілемнің үстінде отыр. The bat and a fat rat sat on a cat. Жарғанат және семіз тышқан мысықтың үстінде отыр. The fat cat sat on a mat. Семіз мысық кілемнің үстінде отыр. The hen in a pen. Hen, man, pen, ten. The and is in. The hen, the man, the pen. Тауық қора. The hen is in the pen. Тауық қораның ішінде. The hens in the pen. Тауықтар тауық қораның ішінде. 10 hens in the pen. 10 тауық қораның ішінде. The men in the pen. Еркектер тауық қораның ішінде. 10 men and 10 hens in the pen. 10 еркек және 10 тауықтар тауық қораның ішінде. Қазақстанның мектебінде оқитын 90% балалар ағылшын тілінен оқудан, жазудан қиналады. Ал менің балаларым ағылшынша емін-еркін оқып, және олар ағылшын тілінен аударып, диктант жазалады. Ол балаларды көру үшін келесі видеоларды тамашалаңыздар. The lad. Lad. Dad. Bad. Sad. The. Okay. Full stop. Full stop. Listen to the next sentence. The dad has a lad. The dad has a lad. Lad. Okay, full stop. Listen to the next sentence. The lad has a dad. The lad has a dad. Okay. The lad is bad. The lad is bad. The dad is mad. The dad is mad. Okay, nice. The lad is sad. Sad. Esfinjar. Okay. The dad has a sad lad. The dad has a sad lad. A sad lad.
осы балаларды мен жазып оқуды үйрету үшін мен шетелдік Fantastic Phonics деген методиканы қолдандым. Осы методиканы мен қазақ балалары үшін дәл қазір адаптация жасап жатырмын. Егер сіздер дәл осы кітапшаларды алып өздеріңіздің балаларыңызды оқытқыларыңыз келетін болса, менің телеграм каналыма өтіп, осы кітапшаларды жүктеп алып балаларыңызға оқытып көрсеңіздер болады.